Қазақтың ұлттық ойыны әләңкі дейтін болады. Сол ұлттық ойын әләңкінің ережесі бойынша шеңбер, 5-5 шеңбер болады. Соның ішінде ойнайды. Және де 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақыттың ішінде шеңберден шығып кетсең, әләңкің жерге түсіп кетсе, сонымен тоқталады. Ойын бітеді. Ойынның мынау бірлік дейтін болады. Ол бірлік ойнағанда бастан бірдей көлемге ұшу керек жоғарыға. Ал күтті бейт ойнаған саналмайды. Сондықтан олай асырып, бойымен бірдей қылып ойнайды. Ол бірлік дейді, аяқтың ішімен. Бұл бестік дейді. Ал мынаны ондық дейді. Қыстап тебетіні бар, оны 20-алық дейді. Сосын бұттан өткіз тебетім бар, оны 25-тік дейді. Бұттан өткізіп. Және де ұлттық ойының ережесі бойынша киімі үстімізде ұлттық киім, аяқта мәз, галюш, баста тақия немесе ою бар ұлттық киім болады.